Саламатсыздар ма? Оқушылар, студенттер. Бүгін біз дифференциалдық теңдеу сабағын жалғастырамыз. Бүгін біз қарастырамыз біртекті дифференциалдық теңдеулерді шешу. Өткен сабақтарда егер қарап үлгермесеңіз, қарап көріңіздер, айнымалысы ажырататын дифференциалдық теңдеуді. Бүгін екінші сабағы біртекті дифференциалдық теңдеу. Яғни біз біртекті дифференциалдық теңдеудің жалпы жағдайын айттық. Y' тең болады f y бөлінген x түрінде беріледі дедік. Бұндай теңдеулерді шешу үшін y бөлінген x тең болады t деген айнымалы енгіземіз. Яғни t деген функция x-ке тәуелді функция. Немесе былай да жазамыз. Y тең болады tx көбейтілген x деп. Мына түрде жазуымызға болады. Сонда мына t деген функцияңыз x-ке тәуелді функция. Енді оған мынадай мысал қарастырайық. Бірінші мысал болсын. Y' тең болады y бөлінген x плюс 1. Біртекті дифференциалдық теңдеу. Жаңағы айтқандай, y бөлінген x тең болады t деген белгі енгіздік. Осыдан y тауып аламыз t көбейтілген x-ке. Бізге енді y' керек. Себебі y' тең болады t қосылған 1 деп жаза алмаймыз. Сондықтан y' табамыз. Туынды. Екі функцияның көбейтіндісін туындысын білеміз. T деген функция, оның туындысы t' көбейтіледі x. Плюс t жазылады. X-дің туындысы 1-ге тең. Сонда y' тең t'(x) плюс t деген шықты. Енді орнына әкеліп қоямыз. Y' орнына әкелеміз. t'(x) плюс t тең. Y бөлінген x бізде t-ға тең. Плюс 1. Сонда бізде мына жерде t мен t жойылып кетейін деп тұр. Сонда бізде не қалады? t'(x) тең 1 деген қалады. t' дегеніміз ол dt бөлінген dx деген сөз. Яғни t-дан x бойынша туындалам деген сөз. Көбейтілген x тең 1-ге. Осыдан айнымалысын ажыратамыз же. dt dx. dx 1-ге көбейтілген. Значит, мына бөлімінде 1 бар деген сөз. x dt-ға көбейтілген. Значит, x мына жақта деген сөз. Пропорцияның қасиеті бойынша. Болды. Арғата өзі интеграл аламыз. dt тең болады dx бөлінген x. Интеграл аламыз. dt t тең dx бөлінген x ол ln x-ка. Плюс s. Енді осы жерден t-ның орнына y бөлінген x-ті қойып y-ті тауымызға болады. Немесе x-ті тауып, сосын y-ті қойымызға да болады. Екі вариантта көрсетейін, ответін. Если t-ның орнына y бөлінген x-ті қойсақ, y бөлінген x тең болады ln x плюс s-ға. Осыдан y-ті табамыз. x көбейтілген ln x плюс s(x). Если сіз мұндай дифференциалдық теңдеуді шешкен кезде, егер сіздің ответіңізде мынандай ответ болмаса, мысалы, мына жерден x-пен өрнектеп кетуі мүмкін мына жерден. Яғни, екінші вариант жазайық шешімін. Яғни, мына жерден ln x-ті табамыз. X табу үшін бірінші ln x-ті табамыз. t минус s-ға. Осыдан x-ті тапсақ, e-нің t минус s дәрежесі. Немесе e-нің t дәрежесі көбейтілген e-нің минус s дәрежесі. E-нің минус s дәрежесі деген ол қандай да бір сан. Яғни a деген сан. a e-нің t дәрежесі. Тең болады a e-нің t дегеніміз ол y бөлінген x-ға. Сонда ответ мынандай ответ болуы мүмкін. X тең болады a e-нің y бөлінген x дәрежесіне деген. Екі вариантта да дұрыс болады. Мына y-пен тапқандағы вариантыңыз да дұрыс болады. X-пен тапқандағы вариантыңыз да дұрыс болады. Так. Екінші мысал. Так. x, y' тең болады y минус x e-нің y бөлінген x дәрежесіне. Жаңағыдай, y бөлінген x t-ға тең. Осыдан y дегеніміз t(x)қа тең. Сонда y' бізде t(x) плюс t-ға. Орнына келіп қоямыз. X сол күйінде қалады. Y' дегеніміз жақша қаламыз. Қосындық ол t(x) плюс t. Тең y дегеніміз t көбейтілген x.
минус x көбейтілген e-нің t дәрежесі. Енді жақшаларды ашамыз. t штрих x квадрат. По идее, x-тар қысқартып жібермей болады, жақшаны ашпай ақ қояйын, қазір x-тар қысқартып жіберейін. Так, мына x пен мына x қысқарып кетейін деп тұр, қазір. Басқа цветпен жазып қойып, мына x қысқарады. Мына жақтан, мына жақтан кетейін деп тұр. Сонда бізде t штрих x плюс t тең болады t минус e-нің t дәрежесі. Теңдіктің екі жағындағы t-лардың таңбалары бірдей, сондықтан екеуі жойылып кетеді. Сонда бізде қалайын деп тұр? T штрих x тең минус e-нің t дәрежесі деген. Ары қарата t штрих дегеніміз ол dt бөлінген dx. Сонда dt бөлінген dx көбейтілген x тең минус e-нің t дәрежесі. Енді айнымалыны ажыратамыз. Так, мен мына жаққа жазайын. Сонда dt бөлінген минус e-нің t дәрежесі тең болады dx бөлінген x-ға. Так, интеграл аламыз. Минус шығарып жіберейік. E-нің t дәрежесіне 1 деген e-нің минус t дәрежесі деген. dt тең dx бөлінген x-ға. Ары қарата e-нің минус t дәрежесінің интегралы минус e-нің минус t дәрежесі. Сонда алдағы минус бар, плюс болып кетеді. Сонда e-нің минус t дәрежесі тең болады dx бөлінген x ол ln x плюс ln s. Сонда ln x плюс ln s дегеніңіз ln s x-қа тең. Модуль. X 10 сан ғой ар жақта. Сонда e-нің y минус t дегеніміз ол y бөлінген x дәрежесі. Тең болады ln модуль s x-қа. Болды. Осы күйінде қалдыруымызға болады. Так. Енді біз қарастырайық тағы бір есеп. Үшінші мысал болсын. Үшінші мысал. X плюс y көбейтілген y штрих қосылған y тең 0-ге. Уже айнымалы енгізуді сразу жазамыз. X қосылған y дегеніміз t көбейтілген x-қа. Y штрих дегеніміз ол t штрих x плюс t-ға да. Қосылған y дегеніміз t x-қа тең 0-ге. Так, бәрінде де t болайын деп тұр. Біріншісінен x-ті шығарып жіберсем, жақшаның ішінде менде 1 плюс t қалады. T штрих x плюс t-ға. Қосылған tx тең 0-ге. Сонда x-терді қысқартып жіберетін болып тұрмын. X-ке бөліп тастадым екі жағында. Сонда бізде қалайын деп тұр? 1 қосылған t көбейтілген t штрих x плюс t тең болады минус t-ға да. Мына плюсті мына жаққа теңдіктің оң жағына кетті. Минус t болды. Ары қарата енді жақшаны ашайық. Так, көбейтем t штрих x плюс t плюс t көбейтілген x көбейтілген t штрих плюс t квадрат тең минус t-ға да. Сонда t штрих екеуінен t штрих t. Так, t штрих x плюс t. Мен плюсім қайсы, t қайсысы шатасып отырмын қазір. Жерде плюс, t көбейтілген да. Так, t штрих x шығады екен. Мына жақшаның ішінде 1 қалады. Плюс мына жерден t қалады. Мына менде t болып тұр. Қазір мен плюстерді басқа немен таңбамен іздейін. А то плюс пен t екеуі почти бірдей болып кетіп жатыр. Мына плюс, мына жерде плюс, И плюс мына жерде. Так, енді дұрыс болған сияқты. T штрих x-ті шығарып жібердік, екеуінде де бар. Мында t штрих x кетіп қалды, 1 қалды, плюс t штрих x кетіп қалды, t қалды. Тең болады.
Так, минусты, плюсты мына жаққа кетті, минусты, сонда минус 2t, плюсті квадрат екінші жаққа кетті, минусты квадрат, минус 2t болайын деп тұр. Сонда t штрих x тең болады минус шығарып жіберсем t квадрат плюс 2t бөлінген 1 плюс t болайын деп тұр. Арғата t штрих деп отырғаны менде dt бөлінген dx көбейтілген x тең минус t квадрат плюс 2t бөлінген 1 плюс t-ға. Арғата айнымалыны ажыратамыз. Сонда бөлшектердің орны ауысып кетеді, екінші жаққа келейін деп жатыр. 1 плюс t көбейтілген dt бөлінген t квадрат плюс 2t тең болады минус dx бөлінген x. Түсінікті шығар, иә? 1 плюсті dt-ға көбейтілу керек, міне. t квадрат плюс 2t dx-ға көбейтілу керек. Егер пропорцияның қасиетін қолдансаңыз, өрнек шығады. Енді дифференциал астына енгізейік. Интеграл салайық. d t квадрат плюс 2t. t квадрат плюс 2t тең болады минус шығарып жібереміз dx бөлінген x. Так, егер t квадрат плюс 2t-дан туындалсақ, t квадрат плюс 2t-дан туындалсақ, бізде мына жерде 2t плюс 2 деген шығайын деп тұр. Ал бізде t плюс 1 болып тұр. Яғни 2-ні шығарып жіберсек t плюс 1. Міне, t плюс 1 dt деген шығайын деп тұр. Сонда міне t плюс 1 бізде алдында 2 шығып тұр. Сондықтан 2-ден құтылуымыз керек. Значит, 2-ден 1-ге көбейтіп жібереміз. А если 2-ден 1 тұрса, 2-ге көбейтеміз. Теріс санға көбейтеміз. Болды, интеграл аламыз. 2-ден 1. Мынамен бірде dx бөлінген x деген сөз. Сонда ln t квадрат плюс 2t. Тең болады минус ln x плюс ln s. Арғата, логарифмдер азайтқан кезде бөлінеді. 2-ден 1 ln t квадрат плюс 2t тең болады ln s-ны бөлемін x-қа. S-ны бөлемін x-қа. Бұлай модуль алып қойсам да болады. Енді арғата ln t квадрат плюс 2t-ны тапсақ, теңдіктің екі жағын 2-ге көбейтіп жіберемін. Сонда 2 ln s бөлінген x. Осыдан t квадрат плюс 2t-ны тапсам, менде s бөлінген x-тің квадрат болып кетейін деп тұр. Логарифм қасиеті бойынша 2 s бөлінген x-тің квадрат болып кетеді. Арғата логарифмдер негіздері бірдей, демек логарифм астындағы өрнектерді теңестіреміз. Так, t деп отырғаны менде y бөлінген x. Сонда y квадрат бөлінген x квадрат плюс 2y бөлінген x тең болады s квадрат бөлінген x квадрат. Квадрат болғандықтан модуль жазудың қажеті жоқ. Так, x-қа көбейтіп жібереміз. Сонда y квадрат плюс 2yx тең болады s квадрат. Немесе s1. S квадрат дегенде қандай да бір сан ғой. Демек, оны s1 деп енгізуме болады. Сонда берілген дифференциалдық теңдеудің шешімі y квадрат плюс 2yx тең болады s1-ге. Так, бұл бізде үшінші мысал, е? Енді төртінші мысал болсын. 4-5 мысал қарастырамыз, е? Так, төртінші мысал. Бізде мынандай. X плюс 2y dx минус x dy тең 0-ге. Бұл жерде сәл өзгерсе, мана y штрих немесе dy бөлінген dx деп тұр ғой. Ал бұл жағдайда ол жерде y бөлінген dx-ті тауып алу керек болады. Сонда бізде x плюс 2y dx тең болады x dy деген сөз. Осыдан dy бөлінген dx-ті тапсақ, так, dy менде x-қа көбейтілген. Значит, бөлшектің бөлімінде dx-қа менде 2 плюс 2y көбейтілу керек. X плюс 2y. X плюс 2y-ті x-қа бөліп жасам, 1 қосылған 2 көбейтілген y бөлінген x деген
деген сөз. Сонда бізге шешу оңай болды. dy бөлінген dx дегеніміз ол y штрих деген сөз ғой. Ал y штрих бізде t штрих x плюс t-ға тең болады. 1 плюс 2 көбейтілген y бөлінген x деген t-ға тең. Немесе бұл жерге жазып қойсаңыз болады, белгі енгізіп жатыр. Мен өзі алдыңғы 2 мысалға белгі енгізіп жазғандықтан мен үшіншісінен бастап жазып тұрған жоқпын. Бірақ каждый есеп шығарған кезде ол жазылу керек. Y штрихтен t штрих x плюс t деген сөз. Так, ары қарата t штрих x тең болады 1 плюс t болады. Плюс t екінші жаққа кетті, минус t, сонда t болды. Енді айнымалыны ажыратамыз. dt бөлінген dx көбейтілген x тен 1 плюс t-ға. Сонда бізде шығады dt бөлінген 1 плюс t тең болады dx бөлінген x-ке. Енді интегралдаймыз. Айнымалыны ажыратып болғаннан кейін өзі интегралдау. dx бөлінген x. Айнымалыны ажырату ол барлық жағдайда да қолданылады. Бір текті дифференциалдық теңдеу болсын, ол сызықтық дифференциалдық теңдеу болсын, бәрінде де қолданылады. Енді 1 плюс t-дан 1. Если дифференциал астына енгізсеңіз 1 плюс t-ны, ол туындысы 1-ге тең болады, яғни dt-ның өзі. Сондықтан ln деп шығара береміз. ln 1 плюс t тең болады ln x плюс ln s. Сонда 1 плюс t дегеніміз бізде s x-қа тең. Осыдан t-ны тапсақ, x минус 1-ге тең. T деп отырғаны менде y бөлінген x-қа тең. Яғни t күйінде қалдырып кетуге болмайды. Себебі t деген бізде енгізген айнымалымыз. Енгізген функциямыз. Осыдан y табамыз. Y тең s жерде 1. 1. Сонда y тең s x квадрат минус x-қа. Болды. Берілген теңдеу шешілді. Так, енді бір мысал. Так, 5-ші мысалда бұл бізде. Y штрих тең болады косинус квадрат y бөлінген x плюс y бөлінген x-қа. Дәл жаңағыдай y бөлінген x тең t-ға. Арғата түсінікті, мен уақыт алмайын. Так, y штрих дегеніміз t штрих x плюс t тең косинус квадрат t плюс t-ға. Плюс t теңдіктің екі жағында, демек екеуі жойылып кетеді. Сонда бізде қалады t штрих дегеніміз dt бөлінген dx көбейтілген x тең косинус квадрат t. Так, айнымалысын ажыратамыз. Так, dt бөлінген косинус квадрат t тең dx бөлінген x-қа. Так, айнымалыны ажыраттық. Интегралдаймыз. Косинус квадрат t тең интеграл dx бөлінген x-қа. 1 бөлінген косинус квадрат t деген ол бізде тангенс t-ның туындысы. Сонда 1 бөлінген косинус квадрат интеграл тангенс t тең болады ln x плюс ln s. Немесе ln sx. Модулем же модуль алайын. Осыдан t-ны табатын болсақ, тангенс x тен ln sx болса, онда t дегеніміз бізде арктангенс ln sx-қа. Ал t деп отырғанымыз бізде y бөлінген x-қа тең. Сонда y бөлінген x тен арктангенс ln sx-қа. Осыдан y табамыз. Яғни теңдіктің екі жағында x-қа көбейтіп жібереміз. Сонда y тең болады x көбейтілген арктангенс ln sx. Болды. Берілген теңдеу шешілді. Сонда біз бүгінгі сабағымызда бір текті дифференциалдық теңдеуді шешуді қарастырдық. Бір текті дифференциалдық теңдеуді шешу үшін біз y бөлінген x тең болады t деген жаңа функция енгіземіз. Арғата y-ті табамыз и y штрихті табамыз.
Одан кейін берілген теңдеуді шешкен кезде бізге көмекке келеді айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу. Сонда біз теңдеуді шешкен кезде айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеуді білуіміз қажет. Егер бүгінгі сабаққа қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойыңыздар. Әзірге сабақ осы. Сау болыңыздар.